Балдарың қалай? Көңіл күйлері қалай болды? Жақсы. Сабаққа дайынсыз ба? Иә. Егер бір-біріміз тыңдаймыз десек, бір шапалақтаймыз. Егер ұйымшыл боламыз десек, 2 шапалақтаймыз. Егер белсенділік танытамыз десек, 3 шапалақтаймыз. Шапалақтаймыз. Балалар, бүгін біз ерекше тарауды бастаймыз. Бүгін көбею тарауын бастаймыз. Сонда көбею дегеніміз не? Көбею дегеніміз ол ұрпақтан ұрпақ қалдыру. Көбею дегеніміз өзіне ұқсас ұрпақтарымызды қалдыру. Балалар, олай болса, бүгінгі мақсатымыз және сабақтың мақсаты адамдағы тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу. Олай болса, бейнетаспаны тамашалайық. 7-ші сынып биологиясы. Тоба. Егер екі ата-анада бүйрашашты болса, онда олардың балалары да бүйрашашты. Ата-ананың біреуінің көзі көк, ал екіншісінің көзі қоңыр болса, онда олардың баласының көзі қоңыр болуы мүмкін. Себебі тұқым қуалау ақпараты осы жасушаның ішіндегі ядрода болатын ДНК-да жасырынған. ДНК-ның құрылысы тура осындай болады. 2 жіпшеден құралған, бір-біріне қарама-қарсы кеткен. Ол 3 бөліктен тұрады. Азоттық негіз, көмірсу және фосфор қышқылының қалдығы. ДНК-да азоттық негіздер аденин, гуанин, цитозин, тимин болады. Көрген бейнефильм бойынша сұрақтарға жауап берерге. Бірінші сұрақ, ДНК қайда жасырынған? Айта ғой. Жасушаның ішіндегі ядрода жасырылған. Жақсы, жарайсың. Екінші сұрақ, неге байланысты? Тұқым қуалау өзгерістеріне байланысты. Жарайсың. Үшінші сұрақ, ДНК-ның қызметі қандай? Ұрпаққа ақпарат тасымалдайды. Жақсы, жарайсың. Азоттық негіздерін кім атап береді? Айта ғой. ДНК-дағы азоттық негіздер аденин, гуанин, цитозин, тимин. Молекуласының құрылымын ашқан ғалымдар кімдер? Жақсы. Атауы не? ДНК-ның толық атауы не? Дезоксирибоза. Жарайсыңдар. Балалар, бірінші тапсырма бойынша әрбір топқа бір-бірден бал беріледі. Енді екінші тапсырма бойынша бізде зерттеу жұмысы. Біз бананнан ДНК-сын алуымыз керек. Қазір әрбір топқа құрал жабдықтар берілді. Зерттеу жұмысымызды бастаймыз. бананның жарты бөлігін алып, оны сумен араластырып алдық. Ал екінші ыдысқа алдықта бір қасық тұз, бір қасық сұйық сабынмен 2 қасық суды құйып жақсылап онымен араластырып аламыз. Бұл жерде мен сабын қосқан себебім бананның ішіндегі ядросын ерітеді, ал тұз қосқан себебім ядроның ішіндегі бөліктерді бір жерге жияды. Бұл екі өнімді қазір біз қосып көрсетеміз.
екеуін араластырамыз. Minut o'tgan so'ng endi buni ikki o'rnimga aralashtirib olamiz, filtrdan o'tkazib qolamiz. Endi biz filtrni o'tgancha 10 minut kutamiz. Filtrdan o'tgan so'ng biz bunga spirt qo'shamiz. Spirt qo'shib bo'lgandan keyin buni tag'ida 10 minutga qoldiramiz. Niye bizden qalagan DNK chiqdi, biz buni kichkina idishga qo'yib olamiz. Endi biz quyib olgandan keyin zat aynigini bir tomchisini olib quyib olamiz. Endi quyib bo'lgandan keyin jabin aynigini betini jovamiz. Jovib bo'lgandan keyin biz uni mikroapparatga qo'yamiz. Қорытындылай келе, biz осындай тәжірибенің арқасында бананың бөліп шығару DNK-сын көрдік. Men tuz bilan sabunni qo'shib, ikkovini aralashtirib жатырмын. Және де суды qo'shdim. Men banan bilan suvni aralashtirib onu zerttеп жатырмын. Dayımızda DNK'nın жұмысымызды аяқтаймыз. Birinchi top chiqib, o'zlarini dayonlagan natijalarni ko'rsatasiz. Qara, turistab qo'y. Regularroq qilasiz. Ular qanday? Birinchi topdan DNK'si barmi? Bar. Chiqdi, durust bo'pti. Sonda tajribani durust jasagan. Jaraysizlar, o'tiringlar. Sizlarga 3 ball beriladi. Sonda 4-cü topdan DNK'sı naqla. Biz bu zeytli жұмысын көп атқан жоқпыз. Бұда бананың DNK-сын анықтадық. Естен келейін. Осы екінші қысқа бананды кесіп, оны езіп алдық. Одан соң бір әйнегі ыдысқа тұзбен суды араластырып алдық та, ал тағы бір ыдысқа sabunni qo'shib араластырдық. Оларды араластырып біткен соң езілген бананды сол ыдысқа құйып, бәрі біріктірдік, бір таза ыдысқа құйып, оның үстіне спирт құйдық. 10 minutdan keyin. 10 minutdan spirт qo'yib, uni DNK saqlovga akildik. O жерде biz bananды kesіп, бананның DNK-сын алдық. Және де biz o жерде көптеген заттарды қолданбадық. Біз бананды езіп, сумен араластырып, және де суды, тұзды, сабынды араластырып, спирт құйып, бананның DNK-сын алдық. Mine bizim neticemiz bananın DNK'sı. Бізге керекті маңызды заттар ол сабын, йод, тұз және банан. Және оларды біз бірінші бананды алдық та, кішкене кестік та, оны ездік. Содан кейін біз сабын мен тұзды араластырып, олардан көпіршік жасадық. Ол көпіршікті біз мынандай нәрсе шықты, және сол көпіршікті кішкене күттік, ал бананды сосын екеуін араластырдық та,
сол плитадан ауыстырдық та спирт қойдық. Екеуін араластырып болғаннан кейін бізде осындай бананның дәмдесі шығады. Балалар, біздің үшінші тапсырмамыз Learning App платформасында ДНК-ның құрылысын зерттейміз. Бұл жерде бізде кімге миллион бұйырады. Соны көрейік, е? Бірінші тапсырмамыз. ДНК құрамына кіретін бес көміртек қан қалай аталады? Кім жауап береді? Апай мен çıktım. Қате болып қалды, отыра ғой. Фуринді азоттың негіздерге нелер жатады? Аденин мен цитозин. Қате болып қалды, тұра тұр. Бүгінгі сабақ қорытындылау бойынша мен оқушылардан интервью аламын. Бүгін біздің сабақта сен қалайша қорытындылай аласың? Бүгін бізге сабақ өте қатты ұнады және де біз бананның ДНК-сын алуды үйрендік. Рахмет, сен интервью маған қызықты болды. Ал ендеше сен бүгін біздің сабақтан не үйрендің? Бүгінгі сабақта мен ДНК қалай жұмыс жасалатынын және де оның сараптамасын үйрендім. Жақсы. Жасмын, сен бүгін біздің сабақта сырттағы не білгің келеді? Мен әртүрлі тағы да басқа жұмыстердің ДНК-сын зерттегім келеді. Рахмет, сен. Ал балалар, енді бүгінгі алған білімдеріңді баға ретінде мен білім классқа қоямын. Міне. Айдарқыз Жасминға 8, Айтмамет Аянға 6, Әбдіқанат Назымға 6, Бақтыхан Мирасқа 7, Болат Еркежан 10, Бөденбай Балауса 10 деген баға алындар. Құдиятова Сабина 10, Жүсіпжан Инжу 10. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау, саламат болыңдар.